Фариза Оңғарсынова ақын, Қазақстанның халық жазушысы, журналист. 1939 жылдың 25 желтоқсанында Атырау облысы Исатай ауданына қарасты Манаш ауылында туған. 1961 жылы Гурьев мемлекеттік педагогикалық институтының тіл әдебиеті факультетін бітіріп, Балықшы ауданының Еркін қала Октябрьдің 40 жылдығы атындағы қазақ мектептерінде ұстаздық еткен. Алғашқы өлеңдері баспасөз беттерінде 1958 жылдан бастап шыққан. Әр жылдары 20-дан астам өлеңдері, жинақтары, очерктері, таңдамалы шығармалары, Біздің Камчат повесі, аудармалары, жазушы, жалын, Молодая гвардия баспаларынан жарық көрді. Орыс, армян және араб ақындарының, Чили ақыны Неруданың жырларын, кейбір драмалық шығармаларды қазақ тіліне аударған. Фариза Оңғарсынова көркем сөз майданында ақын мен жазушыға тән ерлік, батылдық, ұлтжандылық, намысқойлық және адамгершілік секілді қасиеттердің биігінен көрінген ақын. Ақынның өлеңдері кейінгі ұрпақты ерлікке, нәзік болуға, туған жер мен адамзатты сүюге апаратын жол. Фариза Оңғарсынова қасансып кеткен кезінде қайрақ тастардай қашалған. Кездесіп сендік сезімге көзіме балқып жас алғам. Жас алғам, жаным жасарғам, көктемгі жердей қан жібіп, көрініп тұрды тасаннан, сәулесі шалқар нәрлімін. Қантарып тарапан ғұмырды, шаршадым бәлде безуден, өзімнің осалдығымды қайта бір сонда сезінгем. Жекемді тарап жіктедім, көңілімнен сірә шықпай ел, өзінің әлсіздіктерін сезінумен мықтай ел. Өмір жұмбақ сөз үлгі, айналдым мылқау мүсінге, табындым саған өзімді, түсіндіргенім ішінде. Фариза Оңғарсынова, сүйген сұлу. Сенің көзің көкте емес, қарада емес, қой көзі деп атайды мұндайларды. Ол көздердің оты да ғажап емес, бірақ маған сол жанар нұрдай мәңгі. Сенің көркін ерекше емес тегі, дәрі боппа қыздарға сарылығын. Бірақ маған керім боп елестедің, саған ғана табынды бар ұғымым. Мен үшін сен бәрсін тіршіліктің, жаным ұйқым тек саған сырағытым. Осы екен ғой мен жана бір сұрықтым, сүйген сұлу дейтіні бұл халықтың. Фариза Оңғарсынова, ұстаз. Заводта болсан күнбе-күн, көрінер еді табысын. Дәрігер болсан түрлі емін, сырқаулы жанның бағышын. Ал сенің еңбек жемісін өзге шетіпті басқадан. Ол өзін арнап ел үшін осынау жүрген жақсы адам. Жақсы адам елдің тірегі, байлығы туған халықтың. Шапағын шашар үнемі, көгінде тұрған жарық күн. Сан жастың қамын шертесін, тағдырын ойлап, толғанып. Әр үйдің бір-бір еркесін, үйреттің өзін қолға алып. Ұстассыз жанда сөнбек күн, шәкіртсіз өмір, сусыз жер. Көрінбес ғажап еңбектің. Көп жандарды кезінде бағаламай, сараламай, сұрыптап тараламай. Содан кейін өзіміз өкінеміз, бірақ уақыт тұрмайды жаңа арадай. Біреулерге ат үсті баға беріп, біреулерге жерде жоқ дана дедік. Күн туғанда жіліктің майлы басы, болып шығар борпылдақ қара кемік. Керісінше баяғы нашарларды дегеніміз оны қой қасаң жаны. Таныпты қадірлі қасиетін болатында елінің
басардағы. Жаман десе үңілмей неге жаман, бас қатырмай жаман деп сене салам. Шын бағасын кезінде бере алмаудан өмір бойы опық жеп келеді адам. Өткізсек те өкініп, айдаптаны, әлі біздің таңдайға май қатпады. Жеке бастың қатесі елдің соры, сүтке айналар сұйылып қаймақтары. Жан болмаспын ғұмыры арман үлгі, көп сүріндім, ұмтылдым таңға нұрлы. Тағдырымнан тілерім өтсем болды, арқалатпай халқыма зардабымды. Фариза Оңғарсынова қоштасарда. Қоштасу кезі келгенде жаутаңдап маған қарадың, жүрмейсің бірге сен неге дегендей болды жанарың. Елжіреп тұрды жас жүрек, жиналмай күшін сезімнің, кеудеме жалын түсті кеп, жаныңдай ыстық өзіңнің. Перронға шықтың, қарадың, тұрсың ба мені қиялмай, сыр ашпай қалай қаламын, сәулешім жермем ұялмай. Айталмай қалдым жалынға, өртеніп кеудем тырдау бір, қалды да қойды жанымда, жауғалы тұрған бір жаңбыр.